Шымкент атауы түркінің шым, яғни көкжелең, шөп, ағаш мағынасында, және Иранның кент, қала, мекен деген сөздерінен құралған. Ресей империясына кіргенге дейін Шымкенттің көшелері тар, шымшытырық, шығыс елдері қалаларының көшелері сияқты болған. 1867 жылы Сырдария облысы уезіне кіргесін ескі қаланың солтүстігінен бастап қала сүріліп, көшелері тік, жаңа қала салына бастайды. Осылайша 2200 жылдық тарихы бар еліміздің ең көне қаласында ескіден ешбір белгі қалмайды. Қазір Шымкенттегі ең ескі көшелер мен ғимараттар 19 ғасырдың екінші жартысында салынған, яғни Ресей империясы кезін ғана еске салады. Менің арнама жазылып, лайк басып, қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Салынған тік көшелердің алғашқыларының бірі Николаевский, қазіргі Қазыбек би, Степной, Қонаев бульвары, Садовой мен Мещанский, қазіргі Тәуке хан және Түркістан көшелері. Және Шымқаладағы ең ескі ғимараттар да осы көшелердің бойында. Мына оңтүстік Қазақстан телеарнасы біздің журналистердің қара шаңырағы. Бұл 1875 жылы священник Дмитрий Вознесенский салған мектеп. Қазір Шәмші Қалдаяқов атындағы облыстық филармония. 2010 жылы реконструкция жасау кезінде ғимаратты сүріп, қайта салып шықты деуге болады. Айта кететін маңызды дерек, 1956 жылы дәл осы ғимаратта қазіргі еліміздің гимні «Менің Қазақстаным» әні жазылды. Көрейік, ішінде не бар екен? Кассаға келдім. Жабық. Карантинде жауып тастаған секілді. Филармониядан төмен Тәуке хан даңғылының бойында Пушкин атындағы әмбебап ғылыми кітапханасы орналасқан. Мұнда 500 мыңнан аса кітап қоры бар. Жыл сайын 25 мың адамға қызмет көрсетеді. Ішіне кіріп көрсе болатын шығар, Туристпін, турист. Сіздердің кітапханаларыңызды көре кетейін деп. Екінші этажын көрейік. Мынау сонда келіп жатқан кітаптар ғой деме? Күшті екен. Уютный. Кітаптың иісі шығады. 1910 жылдан бастап мерзімді басылым қоры жинақталған еді, алайда 1930 жылдардағы репрессия кезінде мұндағы дерек қорының талайы жойылған. Өкінішке қарай, қазір 1937-38 жылдарға дейін жарық көрген бірде-бір басылым сақталмаған. Құрметті көрермен, менің арнама жазылып қойыңыз. Шымкентте ескі қаланы жандандыру жұмыстары да жүріп жатқанын айта кету керек. Мен енді цитадельге бет алдым. Бұл еліміздің маңызды археологиялық объектісі. Қазір бұл жерде құрылыс жұмыстары қызу жүріп жатыр. 2021 жылы мұнда 3 деңгейлі музей салынады, 500 адамдық орта ғасырлық амфитеатр салынбақ. Жалпы цитадель қай жылы салынғаны белгісіз. Кей деректерде 1366 жыл деп көрсетілген. Оны ежелде Сайрам қаласының қорғанысы үшін тұрғызған көрінеді. 1864 жылы Қиян-кескі ұрыстан кейін Ресей империясы әскері жермен жексен еткен. Содан ұзақ жылдар бойы бұл жер жай ғана төмпешік болып жатқан. Шымқаладағы Төле би, Қазыбек би және Әйтеке би көшелерінің қиылысында орналасқан Ордабасы алаңында тәуелсіздік монументі мен мұндалап тұрады. 24 метрлік 3 қырлы стелла халықтың бірлігін бейнелейді. Монументтің әр қырына дана билердің сөздері қашап жазылған. Монументтің ұшар басында жер ана мүсіні орналасқан. Ал анау тұрған мемлекеттік рәміздер алаңы мен ұзындығы 104 метрді құрайтын алтын көпір.
Көпір қаланы қақ жарып жатқан Қошқарата өзеніне салынған. Өзенге жазда тұрғындар суға түседі. Себебі минералды бұлақтардан бастау алатын өзеннің суы шипалы деседі. Көпірден ары тәуелсіздік саябағы. Онда 1991 жылдан бүгінгі күнге дейінгі тарихи маңызды оқиғалар тасқа қашалып жазылған. Сонымен қатар мұнда ел бірлігі монументі орналасқан. Мына менің артымда тұрған ел бірлігін көрсететін монумент дейді. Алтын шаңырақ деп аталады. Мына ұзындары Қазақстанды мекендейтін 137 ұлттың бірлігін көрсетеді дейді. Барлығы бір шаңырақ астында деген мағынада. Саябақ 5,8 гектар алқапты алып жатыр. Саябақтың жалпы құны 680 миллион теңгені құраған. Естеріңізде болса, жазда елімізде ковид дерті өршіп, халық дәрі-дәрмек пен ИВЛ аппараттарын таппай сандалып қалғанда Шымкенттегі Шәмші Қалдаяқов атындағы аллеяға күрделі жөндеу жүргізіліп жатқан еді. Бұл жергілікті тұрғындардың ашуын тудырып, әуелі халықты дәрімен қамтамасыз етіп алмай ма деп наразы болған еді. Қала әкімінің бірінші орынбасары Шыңғыс Мұқан аллеяны жөндеуге 207 миллион теңге бюджеттен бөлінгенін айтқан болатын. Мен міне сол аллеяға келіп, миллиондаған қаражатқа төселген жаңа плиталармен жүрмін. Мұнда жөндеу жұмыстары әлі де жалғасып жатыр екен. Шәмші Қалдаяқов аллеясы 2006 жылы салынған. Аллеяда осы өңірден шыққан еліміздің танымал 48 композитор, әнші, әртіс, ақындардың аттары жазылған тақтайшалар бар. Жалпы Шымкентте Шәмші Қалдаяқовтың аты жиі аталады. Шәмші Қалдаяқов атындағы филармония, сазгердің атындағы аллея, ескерткіш, көше бар. Сонымен бірге еліміздің кез келген басқа қалаларындағы сияқты тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың да аты әспеттелген. Шымкенттегі Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы осы. Назарбаев даңғылы 2019 жылы президент Тоқаевтың жарлығымен еліміздегі ірі қалалардың барлығы орталық көшелерін Назарбаевтың атына ауыстырған. Солай Шымкенттің ең үлкен даңғылы болған Астана қазір Нұрсұлтан Назарбаев атында. Назарбаев еккен ағаш еді, Назарбаев айтқан сөз еді, Назарбаев жазған кітап еді деп барлық жерде елбасын еске салып тұрады. Шымкенттіктер Назарбаевты қатты жақсы көретін сияқты. Бәйдібек би монументі қаланың солтүстік бөлігіндегі ең биік жерде орналасқан. Бүгін тұман болғандықтан қала алақандағыдай көрінбеді. Есесіне 220 метрлік монументті жақыннан көрдім. Тарихи деректерге сүйенсек, Бәйдібек би қазақ халқы үшін қиын қыстау кезеңде шиеленіскен дауды шеше алған, ұлттың жұдырықтай жұмылуына мұрындық болған кемеңгер адам. Бұл жерді көруге маған жергілікті тұрғындар кеңес еткен еді. Шымкентке келген туристерге қай жерге баруға кеңес бересіздер? Тұратын жер Бәйдібек бар. Осы Арбат, Бәйдібек би бар. Пока мен білетін сол, Бәйдібек би ескерткішінің маңайы әсем шыршалармен көмкерілген этносаябақ екен. Әдемілігі көз тартады. Жастардың романтикалық кездесу өткізетін сүйікті орнына айналса керек. Тәуелсіздік монументінің жанында Шымкенттің орталық базары орналасқан. Базардағы ең өтімді тауар қандай дейсіз бе? Менің көзіме үнемі Артель маркасы түсе берді. Сөйтсем бұл көршілес өзбек ағайындар шығаратын тұрмыстық техникасы екен. Жергілікті тұрғындар ең өтімді тұрмыстық техникасы осы Артельдікі дейді. Холодильнигі бар ма Артельдің?
Вот это накладная. Артель Он деген ба, поставил мынау ма? вместо печати просто. Басқа техникалармен айырмашылығы қандай артельдің? Айырмашылығы артель сапасы жақсы шығып отыр да қазір. Солармен почти бірдей десе де болады. Бағасына сай, бағасы. Сатып алушылар өзбек техникасы негізінен арзан бағасымен қызықтыратынын айтады. Олар өзімізде отандық тұрмыстық техника өндірілмейтініне қынжылыс білдірді. Еске салсақ, 2017 жылы Астанада өткен экспо көрмесінде Өзбекстан Артель компаниясының механикалы смартфонын таныстырған. Ары 2025 моделі смартфонның прототипі механикалық сағат принципі бойынша жұмыс істейді. Қуат көзі жоқ, смартфонды қолданушының қозғалыс кезіндегі энергиясымен қуаттайды. Өнімді нарыққа 2030 жылы шығару жоспарланғаны айтылған. Бүгін тұрмыстық техника шығарып отырған алашапанды ағайындардың алға қойған жоспары зор сияқты. Көксарай деген мейрамхананың палауын жеуге келдік. Көреміз қазір. Шаны көруге келдім. Қанша дегенмен жаңа жыл қарсаңында келгендіктен бас объектіні көрмеске болмас. Және де безендіруіне бюджет қаржысынан 38 миллион теңге жұмсалған шыршаны көрмесем, дүниедегі ең қызығушылығы төмен адам болармын. Мына шыршаның бағасына 3 бөлмелі 2 пәтер тиеді Шымкенттен. Жаңа еще. Ал мына әдемі ғимарат белгілі режиссер, драматург, қазақ театр өнерінің негізін қалаған қайраткерлердің бірі Жұмат Шанин атындағы драма театры. Шымкенттегі ең ескі театрлардың бірі. 2014 жылы ол жаңа ғимаратқа көшіп келді. Театр сәулеті заманауи және антикалық стильді үйлестірген. Әкімдіктің жанында отырар кітапханасы бар. Кітапхана қорында 550 мыңдай кітап бар екен. Бұл кітапхана 2012 жылда салынып басталған, бір жылдың ішінде құрылысы толықтай аяқталды. Құрылысқа 700 миллион теңге жұмсалыпты. Несі бар, әкімдіктің алдындағы шыршаның 17-сінің құнындай ғана. Ал мына үйлердегі пәтерлердің құны шыршадан төмен. Шыршаның құнына Шымкенттен 3 бөлмелі 2 пәтер сатып алуға болады дедік қой. Міне, республикалық маңызы бар қаладағы жаңадан салынған үйлер. Тұрғындар бұл үйлердің сапасына шағымданады, камераны қосып ал айтыңыз десе, қашады. Қысқасы, еліміздің көп аймақтарындағыдай халық проблемаларын дауыстап айтуға қорқады. Кімнен қорқады, білмеймін.
Шымкент өзінің мейірбан адамдарымен, дәмді тағамдарымен, ерекше ғимараттары, әдемі табиғатымен келуші қонақтарды өзіне ғашық етеді. Шымкент халқының менталитеті совсем басқаша. Қонақжай біріншіден. Екіншіден бәрі ақкөңіл, мейірімді. Келген қонағына дастарханына қонақ үйге келатса, анау қонақтың қоналамызда ана газға қарай жүгіремін шай қоюға. Менің Шымкенттегі саяхатым осымен тәмам. Еліміздің 3-ші мегаполисін аралап біту үшін әрине бір күн тым аз екен. Шымқаланы қимай-қимай жаңарған Түркістанға жолға шығып барамын. Келесі видеоблогымда Түркістанды көре аласыздар. Құрметтілерім, менің арнама жазылып, лайк басып, қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Түркістаннан кейін еліміздің батыс өңіріне баратынымды айта кетейін.